1918-1921 жылдардағы азамат соғысы елге орасан ауыр зардаптар әкелді. Халық саны 10 миллионға кеміп, өнеркәсіп өндірісі 7 есеге төмендеді. Егістік алқаптар қысқарып, халық жаппай кедейленді. 1920 жылдың басындағы аштық бүкіл өңірді шарпыды. Осындай қиын кезеңде кеңес үкіметі әскери коммунизм саясатын енгізді. Бұл саясат азық-түлік салғыртына, барлық кәсіпорындарды мемлекет меншігіне алуға, жалпыға бірдей еңбек міндеткерлігіне және ақшалай жалақыны карточкалық пайыппен алмастыруға негізделді. Шаруалардың күнкөрісіне қажет азғантай бөліктен басқа өнімнің барлығы тартып алынды. Артық астық арнайы қарулы отрядтардың көмегімен жиналды. 1921-1922 жылдары елді бұрын-соңды болмаған қуаңшылықпен жұт жайлады. Малдың 80% қырылып, ашыққандар саны 2 миллионнан асты. Арал, Орынбор, Ақтөбе, Бөкей мен Қостанай өңірлері ең ауыр жағдайға тап болды. Жүздеген мың адам туған жерін тастап, басқа аймақтарға көшуге мәжбүр болды. Бұл күрделі дағдарыс әскери коммунизм саясатының жарамсыздығын анық көрсетті. Соның нәтижесінде 1921 жылы жаңа экономикалық саясат жүйесі енгізіліп, елдің шаруашылығын қалпына келтіруге бағытталған жаңа кезең басталды.